Есболат айда босын, ұлыма. Хикаят. Қоңыртөбенің шарбасына шоқиып отырған күйі түнгі аспанмен тілдескендей ұзақ ұлыды. Сай сүйекті сырқыратар дауыс сай қуалап, жарта соғып біраз жүрді де, арасанның қалың қорысына сіңіп барып дамылдады. Текшел мен шетендінің де жыра жықпылы бір жаңғырып басылды. Тұяқтының жүрегін суылдатып, қанаттының бөтекесін бүкілдеткен өткір үн азулының қанын ойнатып кеткен. Түн қатар бөрлер әр тұстан мен мұндалап атып шықты. Күндізгі тіршілікті қайдам, ал қара түннің қожайыны біз дегендей жан-жақтан ұлып үн қосты. Жайлауда жекешенің малын бағып отырған ақ қасымның төбеттері қораның айналасына талтайып тұра қалып, тауға қарап әупілдеп үрді. Қой айдайтын кәндіктері қыңсылап, киіз үйге тығылды. Тұс-тұстан қасқыр ұлып, ит шәуілдеп жатса да, ақ қасым тарсылдатып мылтық атқан жоқ. Елегізіп басын көтерген әйеліне естірді. «Ұлыма ғой, ит құсты ұлардай шулатып жүрген, қыдыңдамай жатшей», деді де, көрпесін бір сілкіп, оң жамбасынан солға қарай аунап түсті. Сол түні қасқырлар таңға ұлыды. Бірінші бөлім. Беймәлім аңшы. Оның азан шақырып қойған атын біз білмейміз, сіз де сұрамаңыз. Бұл өлкеге қайдан келді, басынан не өткерді, не қылған жан деген сұраққа ептеп айтар жауабымыз бар. Әуелі көрген адам Адгонбай. Жамантының сайына көктемде кіргізіп жіберген сиырын күзде айдап түсуге барғанда жолығыпты. Ауыл иттерін абалатып кешкі апақ-сапақта жын ұрғандай аттандап жеткен. Жамантының ішінен аю адам көрдім, деді есі ауысқандай алақтап. Қолында мылтығы бар, моңғол торының шұқырлығының арасында қашып құтылдым деп, ақ көбік болған атын ойнақтатқан. Жамантының сайында бұрынырақта аю болған деседі. Алтынбек мерген матайын атқан соң қонжығын ерткен қоңыр кірекей ұшты күйлі жоғалыпты. Біреулер суық төбені сағалап кетіпті десе, енді бірі әлі жүрекен бәлең көріпті, түгенді қуыпты деп көпіртетін. Енді міне Адгонбай аю емес, аю адам көрдім деп отыр. Көркембайдың көктем сайын көтеріліп басылатын қызы тауға қашып тас құшақтап тастай суға шомылып жүруші еді ілгіде. Сондай бір сапардан оралмады бейшара. Ауыл болып іздеп, өзен жағасынан дал-дұлы шыққан көйлегін ғана тауып әкелген. Суға кеттіге жорылып, жаназасы шығарылған. Бәлкім сол қыз аюмен жолығып, мүмкін екеуінен бала туып, аю дәу ертегісін білетіндер астапыралла дескен. Әй, көргенің адам ба, аю ма? Деген ештеңенің мәнісін ұқпаған жұрт. Аю ойбай, аю сияқты адам, деді Адгонбай тағы да екі-үшті сөйлеп. Аю болса қолында мылтық қайдан жүр оның? Әй, қайдам онысын, қаным кеуіп кеткен соң Жүкебектің қайнарына етпеттей құлағам. Атым әлденеден үркіп сүйрей жөнелді. Тапырақтап барып әзер тоқтап артыма қарасам, тура көкжелкемдегі шоқыда үсті басы алба-жұлба бірдеңе отыр. Зәремнің ұшқаны соншалық, моңғол торға қалай қарғып мінгенімді білмеймін. Тұрғандай екен өзінің. Көзі жаман екен, өңменнен өтердей. Мылтығы бар дедің бе? Ойбай-ау, ат демес пе, артымнан тарсылдатып. Бір оғы тура құлағымның түбінен зуылдап өтті. Оқ деген пәле ыстық болады екен ғой, құлағымды күйдіріп жібере жаздады деп, оң құлағының сырғалығын сипап қойды. Тап осы кезде жиылған жұрт жамырай күлген. Адгонбайдың аңғалдығын, жаннан қосып сөйлемесе басы ауыратын мақтаншақ мылжыңдығын білетін ауылдастары, басқасы шын болса да құлақтың түбінен өткен оқтың өтірік екенін сезген. Әзілі жарасқан қатарластары бет аузын қисаңдатып қылжаққа айналдырды. Ой, пірмая, деп таңырқады жотанның азаматы көпі көрнеу аңқаусып. Адгош, аман қалған екенсің, таңдайыңды көтерейінші, деп тағы бірі іліп әкетті. Бір малды құрбандық қылайық, деп Адгонбайдың қорасындағы азғантай қозлақтың сирағына жабысқандар да табылды. Адгонбайдың өзі күлген жоқ. Әлгі қылжақ бастардың барлығын бір ауыз сөзбен жақсылап тұрып сықпыртты. Борша-борша болған торының тізгінін қоршауға іле салып, керсі етегін тарып-тарып басып бұлқан-талқан ашуланып үйіне кіріп кетті. Адгонбай аю көрген күннің ертеңіне бір топ жамантылық атқа қонды. Жол бастаушы Адгон да туған батырдың өзі.
Бір мылтықты асынған жігіттерге ауыл ақсақалдарының тапсырмасы оңай емес. Аю болса атып келу, адам болса алып келу керек. Ел аман жұрт тынышта кісіге мылтық кезенген мықтының әуселесін көрейік деген шалдар шіреніп. Милицияға тапсырып түрмеде шіртей көзін, деп кемпірлер күпінген. Сол күні бүкіл ауыл жол тосты. Жамантының аузына қайта дүрбі салып қарауыл қаратты. Құдайдың күні құбыла тұсқа барып сінгенше қарулы жасақтан хабар болмады. Үйді шам жағылып, шал кемпірлер ақшам намазын оқи бастаған тұста тау қопарып, тас шауып келгендей ауылға дабырлай кірген барлығы. Атқан аюы ұстаған адамы да жоқ. Ермегі Адгонбай. Әр қайсысы келіп бір түйрейді, әр сөз сайын іліп қағады. Моңғол торының сілікпесі шығып болдырғанына қарағанда, сол түйрегіштердің әрбірімен алсам деп жүріп, Адгонбай дәдің келеген. Адгонбайдың аю деп жүргені адам екен. Адам болғанда да ырыздығын мылтық ұшына байлаған аңшы көрінеді. Ешкімге де оқ атпаған. Амандасайын дегенімде тұра қашты депті. Жын пер емес, жұмыр басты пенде екенімді сездіру үшін әдейілеп аспанға мылтық аттым. Бірақ Адгонбай қорқақ екен, одан сайын моңғол торсын қамшылады деп ұялтыпты. Қолға түскен тұтқындай сендерге ілесіп барғаным жараспас. Ақсақалдарға сыралғысын алып, бірер күнде жетермін деп мұртын сылапты. Сыралғы дегенде жағына пышақ жануға болатын Қыдырбай шалдың жүдеу реңіне қан жүгіріп көзі шайнап кетті. Аузы бет әлпетінің жартысын алып тұратын балпанақ жалпақ тілімен дүрдиген ернін бір жалап алды. Селдір сақал Қамысбекте тамағын кернегендей болды. Жамантының 7-8 шалының барлығы да еліктің қуырдағы есіне түскендей тамсанып қутыңдап қалғандай. Айтқанындай-ақ бейтаныс аңшы ертең жоқ, бүрсі күні түс әлетінде жетті. Жасы 50-ді еркін еңсерген еңселі адам екен. Беліне қарын байлап, бойына артық ет артпаса да сүйегі ірі кеуделі. Қалың қабақтың астындағы отты жанары қылт еткенді қағып түсер қырандай байқампас. Дөңестеу келген мұрыны дөңгелек жүзіне айбар беріп тұрғандай, қарлығаштың қанатындай қап-қара мұрт ұртына жетер тұстан өрге қайырылыпты. Егі жалаңаш деуге келмейді, бірақ ұйысып та өспеген, сирек шыққан егіндей селдір сақал. Мінгені жатаған келген кертөбел. Жетегінде құлақ асқа байтал. Құлақ асқаға екі елікті теңдеп салыпты. Жол тосып тұрған жұртқа таянғанда аттан секіріп түсіп, оң қолын төсіне қойып басын иді. Ешкіммен қол алысып амандаспады. Ағайын армысыз, деді гүрілдеп. Бар бол балам, деді шалдар балаша жамырап. Алдарыңыздан өтуге келдім. Қоныс болар, жер іздеген қоңсы болар, ел іздеген адаммын. Рұқсат болса жамантының ішін жайласам деймін. Қаншығамды майласам деймін. Өзім жалғыз болғаныммен олжам көптікі. Мынау алғашқы нәсіптеріңіз деп, бөктергісін қамшымен бір салды. Адгонбайдың аю адамын сырттай сынап, үрке қарап тұрған кейбіреулер селк ете қалды. Өзі секілді сөзі де кесек екен. Түйдек тіркестер жамантылық жұртты жібіткенімен ауыл итінің құйрығы қайқы. Ер азаматтың ешбірі елпілдей қоймады. Олардың ішіндегі күмән, күдік әйелдерінің аузымен сыртқа шықты. Түрмеден қашып жүрген қылмыскер болмасын. Конократ шығар, өзінің түсі суық екен. Милицияға хабарлап қою керек, тексерсін, десіп, әр тұстан күңкілдеген. Осы уақытта 80-ге таяп қалған Қылышбек шал бір қадам алға шығып оң қолын көтергені сол ет, жамантының суы да ағысын тоқтатқандай тыныштық орнады. Ел іздеп келсең еліміз бар, жер іздеп келсең жеріміз кең. Үйге түс, танысайық, білсейік. Балалар аңшының атын байлап бөктергісін босатыңдар, деп өзі қаумалаған көпті қақ жара жол бастап, епті жігіттердің бірі кертөбелді жетектеп апарып мамағашқа қаңтарды. Бірі құлақ асқаның үстіндегі екі елікті аударып алып, жалма-жан терісін сыпырып, мүшелеп, жіліктеуге кірісті. Жаманты Ақтерек қой совхозының бөлімшесі санатындағы шағын елді мекен. Айналдырған 40 түтін. Жаныстың Айдос, Жандос аталарынан тарайтын бұл 40 үйдің татулығы 40 жіппен байланғандай берік. Қариялары түгілі жастары ұялас күшіктей ұйымшыл. Бүгінде жалғыз атты аңшының қарасы көріне сала бәрі істеп жатқан ісін, ішіп отырған асын тастай сала ентелей жеткен. Ақсақалдардың ықыласын байқаған соң ешбірі тартынып қалған жоқ. Еркектер жағы білегін түріп, әйелдер алжап қышын іліп іске кіріскен еді.
Қылышбектің ауласынан жер ошақ қазылып, көршілерден ыдыс-аяқ тасылып, тап бір беташар, сүндет тойдың қарсаңындағыдай қарбалас басталып кетті. Әп-сәтте иісі бүкіл ауылды шарпыған қуырдақ та дайын болды. Сыйғаны үйде, сыймағаны далада отырып, Жамантының жұрты екі қазан қуырдақты таласа тармаса тауысты. Балалар жілік шағуға кірісіп, асыққа таласып, ересектер тіс шықу үшін шыбық сындырып, ши іздеп жатқанда кертөбелге мініп, құлақ асқасын жетелеген аңшы да тауға қарай желе жортып бара жатқан. Ой бұ, жөн сұраспадық қой деген Адгонбай айналасына алақ-жұлақ қарап. От ала келгенде келуінен кетуі тез болды ғой, деп өзгелері қоштады. Өздерің емес пе? Үлкендер отырған дастарханға жоламай, қатын-қалашпен жағаласып, қазан ошақты төңіректеп жүрген. Бар әңгімесін аталарға айтты, қариялардың батасын алды деді. Бағанадан бері шалдарға шай құйып жүрген келіннің бірі. Сол-ақ екен, беймәлім аңшы туралы әңгіме ауыздан ауызға көшіп берді. Үлкен дастарханға ет тураған епті жігіттердің айтуынша дегерестегі Алтынбек мергеннің тәлімін алған шәкірті екен. Тіршілігінде 3 мәрте оңға тұрғызған Алтынбектің аты аталғанда ауыл шалдары төңкеріліп түсіпті. Өзінің сүйегі түке туыс көрінеді, мекені Алматының шығысындағы Таутүрген. Алыс емес екенсің, бізде Байдыбектің бір баласымыз деп ақсақалдар арқадан қағып пейіл беріпті. Жаманты жеті атамыз жайлаған жұрт, бабамыздың сүйегі қалған жер. Оның әрбір аң құсымен құмтасы қымбат, бірақ таудың тағысын қызғанамыз ба? Саят құрып аңшылық жасасаң жаса, тек ит құс деген тентегін ашындырып алмағын. Олар құтырса кесірі саған емес, бізге тиеді, депті. Шарт жүгініп алып, қуырдақты қарбыта асаған аңшы қариялардың айтқан ақылын үнсіз тыңдапты. Кетерінде қамшысын бүктей ұстап, сенімдеріңізге селкеу түсірмеспін, деп серт еткен. Әй, аты кім екен өзінің? Деп қазанның түбіне қатқан қаспақты қыртылдатып жатқан кексе қатынның бірі сөзге килікті. Атын сұрап қойнына бармақпысың? Деп қылжақпас қайнысының бірі қағыта жөнелгенде екіншісі ақсақалдарға атын айтқан айтпағанын білмедім. Әйтеуір елікше маңырап, қасқырша ұлыймын деп мақтанып отырғанын құлағым шалды деп аңқау жеңгесін күлкіден арашалап әңгімені басқарнаға бұрды. Ой пырмай, деп таңданысқан сол маңда отырған кәрмен жас. Жүгірген аң ұшқан құстың тілін білетін сұңғыла болды ғой. Тегін адам емес. Жапалақтың көзінде көкпеңбек жанары жылтылдап тұр ғой шіркіннің. Әй қой, аңшылар асырып айтатын жұрт, деп қайдағы бір аңшыға қоғадай жапырылғандарды жақтырмай отырған біреу кер тартты. Осы кезде самаурынның кернейінен шыққан көк түтінді үрлеп қақалып шашалып тұрған Адгонбай сөзге араласты. Қасқаша ұлыйт дейсің бе сапқа? Деп жаңағы тосын жаңалықты хабарлаған Сабыржан атты тауықтың балапанындай сапсары балаға сүзіле қарады. Ендеше оның аты ұлыма ғой, ұлыма болсын. Несіне бас қатырамыз? Деді тауып айттым дегендей қутыңдап. Отырғандардың бірі құптап бас изесе, кейбірі қутілді жігіттің тапқырлығына күлісті. Енді бірі, әй Адгош, енді тауға барсаң абайла, бұл жолы қалқиған құлағыңды емес тура шақшадай басыңды қарауылға алып қасқитып жүрмесін, деп қалжыңдады. Олардың тағы да қылжақтауға бет алғанын байқаған Адгонбай желіккендердің сөзінен қашып, самауырдың оты өшпесе де түтінін бықсытқан күйі көтере-мөтере үйге кіріп кетті. Жамантының жұрты ұлыма деп атап кеткен бейтаныс аңшы етектегі ауылға 2 айда бір соғады. Құлағасқаға артқан борсық, суыр терілермен елік арқар мүйізін Саят саудагерге арзанды қымбатты сатады. Ақысына 2 қоржынның басын толтырып азық түлік алып тауға қайтады. Көп сөйлемейді. Анау-мынауға күйіп піспейтін бір тоға. Бірақ бір сөйлесе есіп сөйлейтін шешен әрі уәдеге берік. Қолы да ашық. Атқан аңын көңілі түскен адамның қанжығасына байлап кете беретін мәрт. Қылышбек секілді ауылдың сөз ұстар шалдарына айралатып сыбаға жеткізеді. Өзгелерді де өкпелеткен кезі жоқ. Оның көңілшектігін біліп алған жұрт кездесе қалса балашағаның қызылсырап жүргенін айтып құлақ қағыс қылады. Үйіне қонаққа шақырып көже тамыр болуға тырысады. Бүгінде құлақ асқасын жетелеп ауылға кіргені сол ет, Жамантының жұрты Саяттың дүкеніне импорт тауар түскендей жан-жақтан ағылды. Келінім жүктет, деді күреске шығар балуандай теңселе басатын Ханшай кемпір екиінен дем алып тұрып. Еліктің етіне жерік пе тұқымың өскір тауға қарап иіс алатын болып жүр. Біздің үйдегінің емзулі баласы бар ғой, ол еке. Дәметіп қалып емшегі сіп жүрмесін, мағанда бір жіліктісін қарастыр,
деп ауылдағы судың бастығы Секелек Мұрап құлақ асқаның біресе ана жағына, біресе мына жағына шығып секеңдеп жүр. Ал ойын қуған қара борбайлардың екі көзі Ұлыманың брезенттен тіккен тарғыл қоржынында. Әдетте соның ішінде Құлжаның 4-5 сақасы жатады. Қазір де қос басы жетім қозының қарнындай тырсиып тұрған тарғыл қоржынның түбіне тас салып қойғандай томпаяды. Дәу де болса сол сақалар шығар деп балалар ентелейді. Ұлыма аңның мүйіз терісін саудалағанымен етіне ақалмайтын. Етке толы тарғыл қоржынды бір ырғап, дүңк еткізіп жерге түсірді. Осы кезде көшенің арғы басынан делеңдеп шауып келе жатқан Адгонбай көрінді. Тумағының құлақ бауы ағытылып кетіпті, әлдене деп айғайлап келеді. Осы жүнсірүйдің ырымы жаман, айдың күннің аманында иттер дабалатып шапқылайды да жүреді, деп Ханшай кемпір жақтырмай тыжырынды. Адгоштың аяңдап жүрген кезі бар ма? Мұның астына түскен аттың өзі шапсылеп тұратындай деп Секелек Мұрап мұртын шиырды. Сол екі арада Адгонбайда жаяу жүгіріп келгендей алқына жеткен, келе тарғыл қоржынға жармасты. Ет менікі, ақысын төлеп қойғанмын, Ұлымаға 2 пәшкі пистон бергенмін, сол үшін түгел аламын, дейді. Мықшыңдай көтеріп тарғыл қоржынды өзінің ұсқынсыз торысына артып алар мет, Қаншай кемпір келікпегенде. Қыдырбай секілді қаңғалақ шалдарды қолтығына қысып жүре беретін адуынды бәйбіше Адгонбайды көкжелкеден ұстап бір тартқан. Артына қарай аттап бұттап бара жатқан орапайсыз жігіт алдыға басқан аяғы артқа кетіп, тәлтіректеп барып күртік қарды құйрықпен сүзіп құлады. Дар еткен дыбыс шықты. Адгонбайдың желі шығып кетті, деп ел оның бетіне қарады. Ол жалма-жан бұтына үңілді. Көнетоз мақталы сымның ауы тігісінен сөгіліпті. Арғы жағындағы салтақ-салтақ сары дамбалы ғана абыройын жасырып тұр. Балалар тырқылдай жөнелді. Секелек селкілдеп күлді. Ханшайым кемпірде бәтуасыз неме деп мырс етті. Тек Ұлыма үндемеді. Адгонбайды қолтығынан көтеріп тұрғызды. Бағанағыдай емес, жуасып қалған. Қаладағы жиендеріме жүргелі жатыр едім, деп әркімге бір жалтақтайды. Тарғыл қоржынға қайта жармасуға дәті шыдамай тұр. Еттен өлгендей не көрінді? Осы еліктің басымен ұшықтайын ба тура деп Ханшай кемпірде бір-екі рет тап беріп ықтырған үстіне ықтырғысы келетіндей. Апа, деген осы кезде Ұлыма гүрілдеп. Бұл жолғысын Адгонбайға арнап әкелгенім рас. Бір ай бұрын келіп қолқалап кеткен. Келесі олжам сіздердікі болсын. Ой, не дейді? Сенің таудан түскеніңді тосып жүреміз бе? Оған дейін келінімнің жергі тарқамақ түгіл туыбалар, берсең мінекей буазғатының ақ үрпігі деп қазақы ердің қасына ілінген 16-ның оңғысына бір құлаш ақ кездемені келінге орамал жапқандай тастай салды. Талайды көрген әккі кемпір қарамылтыққа ақ байлау арқылы Ұлыманың да алдын орап аузын буып тастағанын сезді. Аңшының көнеден жеткен дәстүрден аттап кетпесін біле тұра, берсең бер, бермесең оныңды айт деп тағы нығыздады. Маған бір жілігі болса жетет ұлыке деп Секелек те қапталдай шапты. Ойда жоқта екі оттың ортасында қалған Ұлыма Адгонбайға назар салып еді, алдындағы асынан айырылған өкпешіл баладай бұртиып қалыпты. Онсыз да ұзын мойыны солбырайып, егі кіндігіне түсіп кеткен. Не болса да көндім деген рай танытады. Ұлыма таласқа түскен тарғыл қоржынды ортаға сүйреп әкеліп, өмірі қолғап киілмеген күз-күз қолын сүңгітіп жіберді. Бірінен соң бірі екі жілікті суырып алып, бірін Ханшайға, екіншісін Секелекке ұстата салды. Адгонбайға осы кезде жан біткен, кәделішіліктер кетіп қалды ма дегендей жүгіріп келіп қоржынның екінші басына үңілді. Ұлыма тарғыл қоржынға қайта қол салды. Адгонбай, ойбай-ау, маған түк қалмады ғой деген ренішін айтып үлгермеді, Құлжаның екі сақасын суырып шықты. Етке таласқан ересектердің қылығын қызықтап тұрған балаларға қарай атып-атып жіберді де, қайта қол сүңгітіп, жабайттың 10 шақтысын уыстап алып теңдей қылып үлестірді. Содан кейін ғана әлі де қайнауы басылмай тұрған Ханшай кемпірдің қасына барған. Тауға біреуді ілестіріп жіберіңіз, бұйырғанын алып қайтар, деді. Тап бір жаманты сайында арқармен елікті көгендеп байлап, көзден таса қылмай жайып жүргендей сенімді сөйлеп. Оған кімді жіберсем, деп Ханшай ойланып қалды. Шал болса атқа мініп жүре алмас, бала ақтеректегі жұмысында. Әй, сен немене секеңдеп жүрсің? Деді кетуге ыңғайланып жатқан Секелекке бұрылып. Қыстың көзі қырауда қарасуды құдай алады дейсің бе? Ұлымаға еріп Ұлысудың бойына барып қайт. Барайын апа, барайын, деп Секелек елпең ете қалды. Тек атым арықтау.
Өй, сенің атыңда өзің секілді өмір көтерем. Біздің бөрте жорғаны мін, деді Ханшай шорт кесіп. Арада шай қайнатым уақыт өткенде жетегінде аты бар жалғыз жолаушы ауылдан шығып тауға бет түзеді. Оны шуылдасып шығарып салған жамантылық иттердің беті қайтқан сәтте ауылдың бас жағынан тағы бір салт атты қылаң берді. Есік пен төрдей бөрте жорғаға қаздия мінген қалақтай адам көшенің сыртындағы суағар арықтарды жағалап ары-бері ойқастап жүрді де алдыңғы жолаушының соңынан ілесті. Секелекті ерткен ұлыма жамантының ішіндегі тастан қаланған үйіне қас қарайғанда бірақ жеткен. Келе ас қамдауға кірісті. Секелекке қазанға су толтыртып от жағуды тапсырды. Екеуі кешеден қалған қуырдақты жылытып жеп, бір-бір кеседен майлы сорпасын ішті. Одан кейін ұлыма даладан қаңғырлатып қалайы легенді алып кірген. Ішіне қазандағы қайнаған суды сарқып құйды да үстіне бір құшақ қураған шөпті тастай салды. Өзен бойында өсетін жалбыз, иман жапырақ, көкемарал секілді өсімдіктердің жұпар иісі лезде бұрқ етіп тоқалтамның ішін кернеп кеткен. Артынша екі шелек суық су құйып араластырды. Қанжылым суға қолын малып отырып, секелекке жүзін бұрмастан бұйыра сөйледі. Шешін. Не дейсің? Шешін деймін саған. Секелек қушиған арық қана емес, қоян жүрек қорқақ адам еді. Селкілдеп кетті. Ойбай, бұл не мазағың? Не істемексің маған? Шешін, шомыламыз. Бірге ме? Не, ұяласың ба? Жоға. Онда шешінде суға түс. Не үшін? Аңға иіс алдырмас үшін. Секелек сонда ғана сылқ етіп отыра кеткен. Келер сәтте қалайы легеннің ішінде басы қылтиып рахаттанып жатты. Жол соқты болғандығы ме бусанып жатып ұйықтап кетіпті. Ертеңіне таң қылаң бере ұлыма жұлқылап оятқанда әзер көзін ашқан. Қасқыр ішікті жамылып жатыр екен. Бұтындағы дамбалынан басқа түгі жоқ, тыр жалаңаш. Киімдерім деп қынжыңдап іздей бастап еді, қораның ішінде деп ұлыма дүңк етті. О не қылғаның? Аңға иіс алдырмас үшін. Секелек басын шайқап таңырқаған күйі далаға шықты. Әлі жұлдыздар сөне қоймапты. Төңірек ақ пен қараны айырғысыз қараңғы. Қораның терезесінен аспалы шам сығараяды. Табалдырықтан аттаған бетте күлімсі иіс қолқаны қапты. Төрде төбе боп терілер үйіліп жатыр. Киімдерін сол үймектің үстінен тапты. Мынаның есі дұрыс емес шығар. Аңға иіс алдырмақ түгілі аңы құрып кетсін. Киім кешекті жидіп биттеп кеткен тері-терсектің үстіне тастағаны қайсасқаны, ұшынып қалмасам болды әйтеуір деп залана күбірлеп жүріп киінді. Оразасын аша сала екеуі атқа қонған. Жамантының сайымен өрлеп тоқтамастан жүрді. 11 жылғаға жеткенде ұлыма өзен бойлап кеткен. Бір кезде әлдеқандай мақұлықтың бар қыраған даусы шықты. Бір емес, бірнеше мәрте қайталанды. Артынша Қоңыртөбе мен Суықтөбенің қол ұстасар тұсынан тура сондай маңыраған үн талып жетті. Секелек анда бір, мұнда бір құлақ түріп жалтақтап тұрғанда өзен бойынан ұлыманың сұлбасы байқалған. Келе атына қарғып мініп, үн-түнсіз бөкен желіспен бүлкілдеп кете барған. Секелек салпақта берді. Ұлыма сол жүргеннен Қоңыртөбеге асып түсер тұстағы шолақсайдың желкесіне міне тоқтады. Екі атты қалдырып ары қарай жаяу тартты. Секелектің киімін шеңгел жыртып, бетін тікенек тіліп, өзінің өкпесі өшіп діңкелей бастаған кезде ұлыма жер бауырлай жата қалған. Қалтасынан әлдебір шөптің жапырағын шығарып, екі алақанының арасына салды да аузына тақады. Артынша бағанағы өзен бойынан естіген маңыраған дауыс шықты. 2-3 мәрте боздаған соң тыныстап тыңдады. Бір кезде алдыңғы жақтан тастың домаланған үні естілді. Жерге тақыл-тұқыл тиген тұяқ тықыры жетті. Ұлыма мылтығын оңтайлап ұстап жерге кіріп кетердей болып жабысып жатыр. Бір кезде тарс еткен 16-ның дыбысы шықты. Селк ете түскен Секелек ұшып тұрып жан жағына қараған. Қарсы алдындағы қорыстан төмен қарай домалап келе жатқан жарау елікті көрді. Жон арқасы қып-қызыл екен. 2 бөлім. Алтынбек мерген. Ұлыманың ұлы бабалары Таутүрген етегін қыстау, өрін жайлау қылған екен. Бірақ өзінің балалық шағы Алматының батыс қапталындағы Үшқоңыр, Суықтөбе, Қоңыртөбе тауларында өтті. 3 жасында әкеден айырылды. Бүркітіне қамшы көтерген ауыл белсендісін сабаймын деп сотталып кетіпті.
содан хабарсыз. Ал шешесі 1 жылдан соң домалатпай дертінен қайтыс болған. Ата-анадан бірдей айырылған бұл бейбақты әркімнің босағасында жүрген жерінен Алтынбек мерген бауырына басты. Әке мен шешенің кескін келбеті есінде жоқ, тек мерген атасының айтуы бойынша біледі. Домалатпайдың емі жоқ деп талай қазақ босқа қырылыпты. Бүгінгі соқыршек екен ғой деп күйіне еске алатын анасы туралы сөз болғанда. Ал әкесі жайлы сөйлегенде әңгімесі таусылған емес. Мергеннің сөз сорабына қарағанда, мұның әкесі жеті атасынан бері қолына қыран қондырған құсбегі. Екеуі аң қағып жүріп, Алматының үстіндегі Кімасар шатқалында танысыпты. Бірі қарайғанды қалт жібермейтін мерген, екіншісі салған құсым қасқырға түссін деп серт берген саятшы. Кездескен сәттен ұғынысып тіл тапсады. 2 апта бойы үзеңгі қағыстырып қатар жүреді. Талғар маңындағы салт атты сайда ақиреттік дос болайық деп айырылсады. Балам-ау, Қапсағайдай қазақты өмірімде кездестірмедім, деді мерген атасы бірде әңгімені әрден қозғап. 6 жасқа толып, жабағының жалына жармаса бастаған жылы алғаш рет аңшылыққа алып шыққан. Жол жөнекей әкесі туралы естелік айтумен болды. Осы жұрт ала көбеңде кетіп, ымырт үйірлі үйіне жетіп аңшылық құрдық, саятшылық жасадық деп жүр ғой, біздікі басқаша еді. Қапсағай екеуміз бас қосқанда күндеп апталап емес, айлап дала кеземіз. Аңның қызығына түсіп, көбіне елден ұзаймыз. Батысқа сапар шексек, өзіміздің қордайды кесіп өтіп, Шу өзенінен ат суғарамыз. Ал шығысты бет қалсақ, сонау Нарынқолды жайлаған албандардың сары қымызын сарқып ішіп, сыбағамызды кертіп жеп қайтамыз. Шарынның бойы, Торайғыр тауы, асы, Қарасаз жайлауымен Қарадаланың жазығы талай ит жүгіртіп құс салған жеріміз. Қапсағай мен Алтынбек келе жатыр дегенде қатындар қуырдақ қуырамыз деп қазанын қамдап, еркектер пышағын қайрай бастайтын. Қай жерден олжа түсірдік, сол маңдағы ауылға қонақ боламыз. Қанжығадағы елікпен арқар, түлкі қасқыр сол босағада қалатын. Атқанның аңы жатқанға байланар деген сол балам. Батырдан олжа, аңшыдан сыралғы даланың жазылмаған заң еді ғой деп Алтынбек мерген өткен күндерді еске алғандай аз-кем үнсіз қалды. Астындағы торы жорғаны сипай қамшылап әңгімесін қайта жалғаған. Жарықтық Қапсағай десе Қапсағай еді. Киіз үйдің есігіне тікесінен сыймайтын, бір қырындап кіретін. Талай бүркітшіні көрдім. Қолына құс қондырғанда қары талмас үшін астынан балдақ тірейді. Ал Қапсағай былқ етпестен отыра беретін қарул еді. Денесі секілді пейілі де кең, мәрт болатын. Біреуге бірдеңе берсем, пейішке кіріп бара жатқандай рахаттанам дейтін. Жарықтық, өз аңсаған пейіште жаны шалқып жүрген шығар. Алтынбек мерген іштей күбірлеп бата жасады. Буырыл сақалы алқымын жапқан қарттың артына жарбия мінгескен бұл да әумен деп күбірлеп кішкентай алақанымен бетін сипады. Ұлыманың алғашқы аңшылық сапары сәтті басталған. Торы жорғаға мінгескен шал мен бала Қасқабұлақтан өте сала 4 жерге қақпан құрған. Алғашқы 3-еуін Алтынбек мерген өзі құрып, соңғы қақпанды бұған берген. Мықшыңдап біраз әуреленді. Атасының жәрдемімен қандауызды арандай ашып, қармен жасырып, жемтік тастады. Сол түні дөңбекшіп ұйықтай алмай шықты. Шым шытырық түс көрді. Түсінде біресе еңгезердей қарасұр кісі теңселе басып қасына келеді. Маңдайынан иіскеп, арқасынан қағып, үн түнсіз келген жағына қайта кетеді. Енді бірде бүгінгі құрған қақпанын көреді. Қақпанның қазығы бостау болып қасқыр сүйретіп кеткен екен. Соңынан жалғыз өзі қуғын салды. Бұл жете бере жон арқасы ақ шалған арлан адам басты бөрге айналып шыға келді. Ал бұл керісінше қасқырдың кейпіне еніп кетіпті. Екеуі тән мен қоса жанын да алмастырып алғандай ай жарғына азуын шағылыстырып ұлып жатыр. Осы кезде әлде қайдан мылтық асынған әскер шығып атқылай бастады. Атпаңдар, мен адаммын деп айғайлағысы келді. Бірақ ырылдағаннан басқа үн шығара алмай қиналды. Өзінің адам екенін, әлде қасқыр екенін айырылмаған күйі қақпан сүйреткен кісі кейіпті арланмен қосылып тауды бөктерлеп қашты. Қуғыншылардан қара үзіп алыстай бергенде құлақ түбінен шаңқ еткен дыбыс шықты. Аң үркітетін қаңғырлақтың үніне ұқсас оқыс дауыстан оянып кеткен. Атасы екен. Дәрет алайын деп пештің үстіндегі шелек шәугімді салтырлатып жүрген.
Қасқабұлаққа күн шықпай жеткен. Алдымен атасы құрған 3 қақпанды тексерді, екеуі бос, біреуіне қарсақ түсіпті. Жүні жетілмепті деп ағытып жіберді. Бұл өзінің қақпанын көруге асықты. Жол шорғасынан жаңылмай келе жатқан атты атасымен қосыла тебінген. Қақпан жасырылған сайға тақағанда тіпті дегбірі кетті. Қақпаның таудың қызылын қауіпті балам, деп атасы қуана айғайлағанда аттан қалай секіріп түскенін білмейді. Атасы да ұшып қонып жүр. Жас жігіттей ылдым-жылдым. Түлкіні сойылмен тұмсыққа екі ұрып өлтірді де, терісін бүлдірмей сыпырып алып, торы жорғаның оң жақ қанжығасына салаңдатып байлады. Ауылға қайтар жолда торы жорға тізгін сүзіп мінгескен екеудің көңілін одан сайын көтерген. Еңіске тайпалтып келе жатқанда өріске мал айдаған қойшылар ұшырасқан. Сырғақтап қиғаштай тартқанымен аңшыны таныған олар анадайдан шапқылап келіп амандасты. Таңғы нәсіп тәңірден деген, ол жаңызға ортақтасайық ата деп ыржалақтай күлген секпілбет сары жігіт. Тәйт, көргенсіз, деп ашу шақырды осы кезде егделеу келген мұртты кісі. Аңшының қанжығасына көз салғанды қаятаңнан көріп едің. Құмартып бара жатсаң үйіне барып ырымын беріп ал. Секпілбет не бүлдіргенін білмей аңтарылып қалғанда мұртты кісі атын тебініп атасына қатарласты. Алтеке, жас бала ғой, қанжығаға байланып қойған аңды қолқалауға болмайтынын біледі дейсіз бе осы, желөкпелер деп даусын бәсеңдетті. Әй, оқасы жоқ тауасар, көңіліңізге алмаңыз. Жөн білетін өздерің аман болсаңдар, жастар үйренеді ғой дәстүр салтты деп атасы зілсіз күрсінді. Тағыны тазының жеткен, қақпанға түскен, құстың ілген жерінен ғана қолқалауды осы күні жастар түгілі үлкендер ескере бермейді. Мұндайға етіміз өліп құлақ көндігіп барады. Бара-бара ет жүгіртіп құс салу өнері де ұмытылмаса не қылсын деп сау басына сақина тілеп алған сары жігітке бұрылған. Баламның алғашқы олжасы ет Батыреке, әйтпесе бір тышқанның терісіне басқан қайдам Алтынбек тарылмас. Осы кезде мұртты кісі ат артында жарбиып отырған мұның басынан мейірлене сипап, құтты болсын айтқан. Ұялғаннан секпілбет қошқылданып кеткен сары жігітте қосам жармаласа келіп, жалпақтап атасынан кешірім сұрады. Айыптымын ақсақал, бір марқаның басын мүжіп кетіңіз, деп шау жайына оратылды. Дәм тартқан күні барармыз Батыр. Бүгін баламның олжасын өз үйіме түсіруім керек деп атасы қайырылмады. Бара сала шикіл теріні илеуге салды. Кейіннен осы теріден бұған шақтап түлкі тымақ тіктірген. Алтынбек қарттың қолы іскер, көкірегі кеніш, аузы ділмар еді. Әңгімені келістіріп айтады. Көрсін білсін дегендей барлық жұмысты түсіндіре жүріп тындырады. Соның арқасында мұның да сөзге зейіні ерте ашылып, іске бейімі тез байқалды. Қасқырша ұлу мен елікше маңырауға 7 жасынан машықтанды. Қақпан құрудың қыр-сырын, із кесудің тәсілдерін игеру қиынға соқпады. Есесіне мылтықпен жатырқап барып табысты. Бастапқыда қолы қалтырап, атқан оғы далаға кетіп жүрді. Күндер өте жүрегін тоқтатуға, тыныс алуға, нысананы дәл көздеуге дағдыланды. Алғашқы атқан аңы Тауешкет, шығыстан шапақ шашқан күнге маңдайын сүйгізіп қасқайып тұрған жерінен жалп еткізген. 16-ның кәртіші тура тарғолтықтан тиіпті. Баланың бірінші талабына мерген атасы қуанғанымен көңіл толмастығын да сездірген. Обал жасадың, деді ешкінің терісін сылып жатып. Төсімен бір жақ қабырғаның жартысын талқандап жіберіпсің. Бұл жері жеуге жарамсыз болып қалды. Нағыз мерген қасқыр түлкіні терісін бүлдірмей, елік арқарды етін зақымдамай атады. Осындай ептілікті игеру керек. Сонда қай жерден ату керек? Оғыңды екі қабырғаның арасынан өткіз. Ешбір сүйегін зақымдамай өкпеге барып қадалатын болсын. Оңқа тұрғызамын десең, жүректі көзде. Оңқа деген не? Оны уақытында көресің. Көп замай оңқасынан тұрған арқарды да көрдім. Бұл жолғы сапарға атасы күні бұрын дайындалды. Ертеңмен көлеңкеге жайғасып алып мылтықты шұқылаған. Ұңғысын қалыпқа салып түзулігін тексерді. Әбден тазалап сүртті. Түс ауа арнаның бойынан саз батпақ алдырып, мал суғаратын науаға толтырды. Қора жақта қаттаулы тұратын қамыстарды жебенің ұзындығындай қылып қырқып, әлгі батпаққа тікесінен шаншыды. Одан кейін екеулеп қорғасын балқытуға кіріскен. Қорғасын бабына келгенде шағын ожаумен іліп алып, әлгі қамыстардың көмейіне сыздықтата құйған. Балқытылған қорғасын түгел құйылып біткенде бір істі тындырғандай жайғасып отырып, мүйіз шақшасын өкшеге тықылдатып ұрған. Қамыстарды біртіндеп арши бер балам, деді алақандағы жасыл түйіршіктерді бидайша сапырып.
Насыбайды баппен ататын, ерінге қыстырып алып, балпылдап сөйлеп, түкірігін төңірекке шашып отыру ғадетінде жоқ. Насыбай атқан кезде істеп отырған жұмысын ғана емес, тілін де тыяды. Таң атқалы көт баспаған қарт Насыбайдың рахатын сезінгісі келгендей көзін жұмып, үнсіз қалған шақта тапсырмасын бұлжытпай орындаған. Бірі жіңішке, екіншісі жуан, енді бірі орташа қалыңдықтағы 30 шақты қорғасын таяқшасы пайда болды. Жіңішке жуанын іріктеп, бөлек-бөлек сұрыптап жатқанда қасына атасы келді. Насыбай атқан соң кәдімгідей тыңайып қалған секілді. Ширақ қозғалып, қорғасын шыбықтарын төске салып майдалап турады да, қол диірменге салып шиыршықтады. Диірмен тасы бірер мәрте айналған соң-ақ, бағанағы сопайған түйіршіктер қой құмалағындай домаланып шыға келді. Ірілері кәртіш, майдалары бытыра оғы. Оқтың жайы бір ыңғайланған соң арнайы қалыпқа кигізіп жез жонды. Атыла-атыла бүйірі шығып майысып, қисайған оқтың жезі дұрысталғаннан соң порох салып, үстіне 5-6-дан 7-8-ден бытыралар тастады. 10 шақты жезге бармақ басындай жалғыз оқтан түсті. Киізбен қағаздан дөңгеленте ойылған тығындарды нығарлап, барлығына пистон тығып, ең соңында оқшантайға тізгенде қас қарайған. Ертеңінде түске дейін торы жорғаны төңіректеумен болды. Ер тоқымның асай-мүсеймен айыл тартпаларын түгендеп ас суды қамдады. Әдеттегідей сапар моншаға түсіп жуынып шайынды. Қасқыр түлкінің иленген терілерімен бірге қоймада илектеліп жататын әбден аң иісі сіңген қарасұр түсті киімдерін бір-бір сілкіп киді. Кешкілік ел жұрт мал қоралап жатқанда екеуі атқа қонған. Қасқа бұлақты бойлай көтеріліп, Әжібай сазына қонарға жетті. Аттарын сол маңға арқандап, серке шоқыға өрмелеп шығып жер бағдарлады. Бірер сағат көз шырымын алайық, әрі қарай жаяу тартамыз деді күбірлеп. Екеуі ер тоқымын жастанып қисая кеткен. Ұйықтады ма, ұйықтамады ма білмейді, атасының жөткірінген даусынан оянып кетті. Өзі шекпенін шешіп, ықшам киініп алыпты. Оқшантайын беліне орап, 16-сына жалғыз оқты патронды салып жатыр екен. Кеттік, деді біреу естіп қоятындай сыбырлап. Тауды қапталдап өрге салды. Қанша жүргені белгісіз, бір уақытта жалаңаш жотаға кездесті. Беткейінде тайдың маңдайына түскен қасқадай болып сопақша қорым жатыр. Көк тастары ай жүзіне шағылса жарқырайды. Қорымды кесіп жүруге болмайды, деді атасы ақырын ғана. Тас домалатып, сезік тудырып алармыз. Бас жағынан айналып өтелік. Қорымның арғы басы қап-қара болып қарауытып тұрған, жақындағанда анық байқалды. Тау денесіне сұғына орналасқан қатпары қалың алып жартас екен. Басындағы топталып өскен аршасы бұйрабас қатынның шашындай дудырап тұр. Жартастың етегі де қалың қорыс. Атасы еппен басып жартасқа өрмеледі. Тайып кетпес бекем деп тайсақтап тұрды да соңынан ілескен. Екеуі жартастың ортан беліне дейін шыққанда таң қылаң берген. Ендігі жүріс порох салып қауіпті. Екі аңшы сол жерден ыңғайлы орын сайлап, бірер сағатты төңірекке дүрбі салумен өткерді. Ешқайда қозғалған жоқ. Екеуінің төрт көзі қарсалдыда қарауытып жатқан қалың қорыста. 4-5 сауысқан сол маңдағы қарақатты төңіректеп жүргеніне қарағанда, әккі мергеннің діттеп келгені арқар елігі осында жатыр. Күн көтеріле таңғы ұйқы буынын алып маужырай бастаған атасы түрткенде басын елегзей көтерді. Аңдыған аңы бой көрсетіпті. 100 қадамдай жерде 5 құлжа алаңсыз жайылып жүр. Мүйізі екі оралған кер құла құлжа ең иегдесі үйір басы секілді. Кербезденіп, ара-тұра тың-тыңдайды. Өздерін дөңіректеп жүрген сауысқаннан өзге бұл маңда тіршілік иесі жоғына сенімді болса да өте сақ қимылдайды. Атасы қандыбасың бер тарт деп көбірете қалды. Соны естіп қойғандай құлжалар бірер желіп еңістен өрге көтерілді. Кербез құлжа күншығысқа қарап басын кегжите бергенде әлдене шаңқ ете қалды. Сауысқандар дүр көтеріліп ұшты. Құлжалар алды-артына қарамай зытып берген. Тек кербез құлжа орнында тапжылмастан тұр. Не болғанын түсінбей состиып қарап қалыпты. Атасы дедектеп жүгіріп барып, тамағын орып жібергенде ғана есін жиған. Оңқаның осы екенін бала түйсігі айтқызбай-ақ ұқты. Жалғыз оқ тура жүрекке барып қадалыпты. Қозы құмалағындай қорғасын тиген сәтте жұдырықтай жүрек соғысын тоқтатқан жануар да тұрған орнында қатып қалды. Бұл менің үшінші оңқам, деді атасы қозаның терісін іреп жатып.
бәлкім соңғым болар. Көз бұлдырап, қол қалтырайтын болып жүр. Жүректе соңғы кезде ырыққа көнбей артықтап кететіні шығарыпты, деп алқына сөйледі. Құлжаны сойып мүшелеп біткенде оңға тұрғызудың әдіс айласын айтумен болды. Алтынбек мергенге еріп аңшылық қылған 10 шақты жыл ұлыма үшін ұлы мектеп. Бағзыдан жалғасқан аңшылық өнердің шетін көріп қалды. Бірақ суатынан еркін сімір алмағандай түлкі құрсақ сезінеді өзін. Қарт мергеннің қасиеті бойына толық дари қойған жоқ. Оңға тұрғызбаққа қанша талап қылды, бірақ қолынан келмеді. Қасқайып тұрған арқарды алыстан да, жақыннан да жүректен көздеп атып көрді. Бірақ оңға тұрған емес, барлығы омақаса құлайтын. 13 жасқа толып алғашқы мүшелін өткерген жылы мерген атасы көз ауруына шалдықты. Алматыға неше барып емдеткенімен шипа болмады. Әй, сол аңның киесі ғой менің көзімді алған, деп отыратын. Асыра сілтеп жіберген кезіміз болмады емес болды. Қырғыздар оңқа тұрғызған күні мылтығын баласына аманаттайды. Оңқаны аңшылықтың ұшар биігі санайды. Осымен тоқтамасам, ғайбереннің қарғысына қаламын, аңның киесі ұрады деп сенеді. Ал мен бақандай 3 рет оңқа тұрғыздым. Сонда да қанағат қылмадым. Енді міне жасаған ем жанарымды алып жазалап отыр деп өткен іске өкінгендей күңіренетін. Көзден қалса да Алтынбек мерген сөзден қалмады. Қыс болса күн шуақта, жаздыгүні көлеңкеде отырып алып, небір хикаяларды ағытады. Тұйғындай ширақ денесін ұшар құстай қомдап алып, қыз жібек, қозы көрпеш баян сұлу, көр ұлы дастандарды, Сүлеймен пайғамбар қиссасын айтқанда таңды таңға ұратын. Аңшылыққа келіп тұратын орыс достары сыйға тартқан баяны бар, көңілінің қошы келгенде әй татардың қызы деп айғай салады. Әйелінің ныспысы ноғай еді. Көңілденген күні атын атамай ноқыш, татар қызы дейтін. Қазан ошақ жақтан жауап қатқан кемпіріне кәрмонымды жеткіз деп әмір етеді. Үнемі төргі үйде ілініп тұратын аспабын ұстап баян шалатын. Мінезі жайледі. Тұрмыстың тауқыметіне күйгеліктенген емес. Өзі 2 соғысты өткерген адам. Әуелгіде 38-ші жылғы финдермен болған шайқасқа аттанғанда небәрі 16 жасты екен. Ауыл болысы құжатқа жасын ұлғайтып жазып, өз баласының орнына тізімдеп, ауыз бастырыққа бір құлынды бие атаған. Бір биеге сатылып соғысқа келген Келесаудан не сұрайсың деп шарпысып қалған күндері кемпірі түйреп отыратын. Одан кейінгі немістермен болған қырғынға да бір кісідей атсалысқан. Бірақ қаншама жыл қасында жүрді. Соғыс туралы жақ ашқан емес. Көбінде аңшылық жайлы сөйлеуге құмбыл. Әсіресе аңның киесі тақырыбына келгенде ешкімге қара көрсетпеуші еді. Ол айтқан нақыл сөздер ұлыманың әлі күнгі жадынан өшкен емес. Қорадағы малдың иесі болса, даладағы аңның киесі бар. Жолыққан аңға оқ жаудырған аңшы емес, қасапшы. Атараңды таңдап ат, аналығына тиме, тұқымын құртасың, арығына жолама, етін рәсуа қыласың. Аңшылық бұрын кәсіп болған, қазір өнер, аңшының олжасы халықтың қазынасы. Аңның терісі мен мүйізіне бола қызыл қасап жасама. Сары тышқан ұстасаң да, о дүниеде сұрауы болады. Ұлыма осы уақытқа дейін мерген атасындай ертекшіні көрген емес. Ертеде ешкі жүні келтеде деп тақпақтамай-ақ тыңдаушыны ұйытып сөйлейтін. Сұр мерген, бала мерген, қара мерген деп кете беретін мергендер туралы ертектерді түйдектетіп соққанда, бұған ертек емес, қартаңшының өз басынан өткерген оқиғалары секілді көрінетін. Ара-тұра өзі куә болған қызықты оқиғаларды да еш қоспасыз баяндайды. Әсіресе жын шайтандармен кездескені туралы әңгімелегенде ұлыма үрпейіп, үнсіз тыңдаушы еді. Себебі мергенмен бірге түзде түнеген сәттерде өзіне беймәлім тылсым тіршілік иелерін сырттай көргені бар. Әлесінде қопаның бойындағы адамға шапқан үйірлі қасқыр пайда болды дегенді естіп, атасы екеуі қарашаның қара суығына қарамастан екі атпен еңіске түскен. Күні бойы ізгесіп ит құстың жүрер жолын шамалады. Ымырт үйірле қопаның қамысын орап әкеліп күрке жасады, от жағып ас қамдады. Бір кезде өзеннің арғы бетінен жылтыраған алау пайда болған. Ата, ана жақта біреулер жүр, деп бұл орнынан атып тұрды. Бірақ атасы саспады. Атаңа нәлет келдіңдер ме? Деп айғай салған.
Солақ екен, әлгі оттың басы айқай-ұйқай азан-қазан болып кетті. Сықылықтаған әйел күлкісі, қарқылдаған еркек даусы естілді. Отты айнала жүгірген адам сұлбалары анық байқалған. Атасы қос аузын оқтап солай қаратып басып қалды. Шайтанның ойнағы ғой балам. Маған келуге дәті шыдамайды малғындардың. Тек сырттай төңіректейді де жүреді осылай. Қорықпа, олар қорыққан адамды ғана қақпақылға алады деді. Өзі асықпай барып дәрет алып келді. Құбылаға қарап құтпан намазын оқыды. Атасы қалай намазға тұрды, әлгі шайтандар да зым-зия жоғалды. От сөнген, отбасындағы ойнақ та тыйылған. Сол түні елегізіп ұйықтай алмай шықты. Кейіннен жапан дүзде жалғыз жортқан жылдары перінің көшімен жын-шайтанның ойнағын талай рет көрген. Ешбірінде қопаның бойындағыдай қорықпады. Атасы үйреткен дұғаларды дауыстап оқып, өздеріне тап беретін. Тіпті бірде олардың жаққан отын көрейінші деп атын борбайлап тура солай құйғыта шапқан. Бірақ жеткізбеді. Сағын қуғандай бұл жақындаған сайын олар ұзай берді. Бір жерде арандап қалармын деп тізгін тежеген.